Уақыт шіркін қашанда өз дегенімен жүреді-ау. Жылжыған жылдармен асыққан айлардың еншісінде қанша адамның ғұмыры өтуде. Әр адамда әртүрлі оқиғалармен әртүрлі тағдыр. Қоңырау шыр етті. Таңның да атуы неткен тезеді деп бұртиып жолға жиналған меруерт бояуларын қолына алып айна алдында әсемденуге көшті. Бетіне жағылмаған бояу қалмады. Әрине, бұлай әдеміленуінің де себебі бар. Алғашқы студенттіктің тәтті шағын өткізуге дайындық емес пе? Кішкене ғана сөмкеге бар бұйығы қалай сия кетті деңізші. Екі дәптерімен қаламсабын қолына ұстап университетке қарай келеді. Жаңа достармен, жаңа қырған, жаңа орта. Жаңашыл оқу жүйесі тағы бар. Алғашқы пәнге келген Асия апайдың сабағынан гөрі айтар әңгімелері қызықты еді. Жай әңгіме емес, болған оқиғаны айтып берген кезде құдды кейіпкердің орнында болғандай әсермен жеткізетін. Әңгімелеріне қалайша сүйсінбейсіз. Сондай бір естелік әңгіме меруертке ерекше әсер етті. Асия апайдың әр сөзіне сүйсінбеу мүмкін емес. Неткен әсерлі әңгімелер айтады екен. Менде де апай сияқты әңгіме айталардай шеберлік болса ғой. Әсіресе апайдың университет қабырғасындағы мұғалімнің басына өткен адамға ой саларлық оқиғасы ұнады. Кафедраға келген Ғайша апай Асия апайға өзегін өртерлік өкінішті оқиғасын баяндап берді. Өткен жылдарға көз жүгірткендей апай бір сәт үнсіз қалды. Ол кезде жас едік қой, деп ауыр күрсінумен бастады әңгімесін. Менен көбі неге тұрмысқа шықпайсың? Өмірдің мәні жұмыс емес, карьера саған өмірлік жолдас емес, деп сын айтқандардың санында шек болмады. Бірақ ешбірін елемедім. Тек жұмыс деп жүріп, жылжыған жылдармен асыққан айларға ие бола алмай қалдым. Мансап пен жұмыс жолында өмірлік жолдасты еш ойламадым. Осы университетке мұғалім болып келгенімде 23 жасар жас қыз едім. Кәрі қыз болуымның естеліктері осы оқу орны қабырғасында қалып кетті-ау. Мен жұмысқа орналасқан жылдары өзіммен қатар Лиза апайларың да осында орналасқан. Оның да жасы менімен шамалас, 2 жас кішілігі бар. Өзі тұйық еді, ашылып әңгіме айта бермейтін. Керісінше, мен Лизаны әңгімеге араластырып сөйлететінмін. Менің 1995 жылы декан орынбасары болып, дәрежем өсіп, Лизамен араласуды азайттым. Солай мансаптың мінбесінде жүріп, 30-ды орталап қалғанмын. Тап осы кабинетте томаға тұйық тымсырайып отырған Лизаны көріп, қасына кеп отырғаным сол еді. Кенет ішке Дәмеш апай кіріп келді. Ол апайды сендер танымайсыңдар. Өзі сондай жайсан, мінезі жуас апай еді. Әрдайым көмекке ұмтылып, жан-жағын жадыратып жүретін. Сол апай қасына оқшаулау шақырып алып, Ғайша, жұмысың қалай, бәрі жақсы ма? Деп егжей-тегжейлі сұрақ ала бастады. Кенет қолымнан ұстап, Ғайша, бұл жүріс қыз балаға жараспайды. Жан-жағына қарашы қалқам. Бәрінің жары мен балалары бар. Тіпті сенің жасындағылардың немересі бар шығар. Дұрыс, карьера деп жүрген шығарсың. Ол да жөн. Алайда, мына біздер әйел заты үшін басты нәрсе отбасын құру қарағым. Сондықтан ойлан, айналайын. Әй, сен жасындағылардан бойдағы адамда қалмаған шығар деп маған күліп те қояды. Ал мен сені сондай жақсы адаммен таныстырсам ба деп жүргем. Әрине, көкем, өзің келсен, деді. Негізі менің жасым тұрмыс құрудан асып кеткендіктен бе, ондай отбасылық өмірден күдер үзгенмін. Содан ол жігіт жайлы сұрайын деп, бірден не жұмыс істейді деп дөп қоя салдым. Апайда жауап беруге ұялып, жай құрылысшы ғой, деді. Ол кезде жастықпен жоғалтқан соңғы мүмкіндік еді ғой. Мен өзім білдей бір оқу орнының билік бұрышында отырған соң ба, менсінбеушілік мінезімнің кесірінен жай жұмысшыны жарым ретінде тіпті елестете алмадым да. Апай, мен осынша мансапқа жеткенімде
жай жұмысшыға мені қалай қиясыз деп күліп кабинеттен шығып кеттім. Содан бері Лизаға қарап қызығамын. Мен таныспаған жігітпен Лиза апайын танысып, дұрыс шешім қабылдады. Сөйтіп Лиза апайын маған бұйырмаған бақытпен отбасын құрып, жай жұмысшыны танымал табыскерге айналдырып алды. Сол жігітті өз қаражатымен оқуға түсіріп, қазір 3 баланың анасы, 7 немеренің әжесі болып отыр. Бір қызығы, мен отырған лауазымда қазір сол Лиза апайын. Үнсіз ғана өксігін көрсеткісі келмеген Ғайша апай терезеге телміре ұзақ қарады да, әне, Лиза апайын күйеуімен қандай бақытты деген күйі есіктен шығып кетті. Не істерімді білмей қалдым. Екі жағымда екі тағдыр өтіп барады. Оң жағымда өміріне өкініші жоқ, немереге асыққан, кеште болсын аяулы жар сезімін сезінген Лиза апай. Ал сол жағымда жай жұмысшыны жөн көрмей, бүгін соған зар болған Ғайша апай. Достар, бұл оқиға шын өмірден алынған. Егер сіздерге ұнаса, менің каналыма тіркеліп, лайк басып кете отырыңыздар. Сіздерге алдын ала рахмет.